Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер, сіздермен бірге Айгерім, каналыма қош келдіңіздер. Бұл кезде бізде таңғы уақыт болатын. Мен балаларға таңғы ас жасап жатырмын. Бүгін бізде қамын ашып жатқаным компот, өріктің компоты. Одан кейін кашка и сковородкаға қазір жұмыртқаны типа омлет сияқты қылып жасаймын. Бүгін бізде омлет жасайтын күн. Ешқандай ұн қоспаймын, просто аз мөлшердегі майға қуырамын және де тек 2 жұмыртқаға тұз қосып омлет жасайтын боламын. Және де оны кесіп қасына кішкене ғана кетчуппен беремін. Таңғы асты негізі әртүрлі қылып беруге тырысамын. Мысалы кеше блинчик, оның алғы күні панкейки, бүгін жұмыртқа. Ертең, например, мысалы пияз, асқабақ, брокколиді қосқан омлет сияқты жасаймын. Көбінесе магазиннің сүтін қолданамыз, бірақ кеше жақтағы бір магазиннен қолдың сүтін тауып алдым. Соны қолданып көремін, бірақ қолдың сүтімен онша жемейтін. Екінші балам қатты таңдап жейді тамақты. Сол білмеймін неге екенін. Ал үлкен қызым және де кішкентай ең үшінші, яғни Темірхан бағам, олар мүлде таңдамай бәрін жібереді. Ал именно екінші балам бәрін таңдап, овощиларды жемейді. Фруктылардан тек қана алма, банан жейді. Каша жемейді екеуі, тек кішкентайым ғана жейді. Олар да кішкентай кездерінде жеген кашаны 1,5 жасқа дейін, одан кейін жемей кетті. Одан кейін мен қинаған жоқпын енді. Бірақ әйтеуір Құдайға шүкір басқа тамақтар жейді. Балама енді екінші балама сол овощилардың бәрін не істеп берем. Омлеттің ішіне тығып, әйтеуір бүйтіп тегізіп сол. Сіздерде де сондай ма балдарыңыз? Асымыз дайын болды. Қыз балаларды шақырып, бәріміз отырып бірге жейтін боламыз. Сонымен қатар кеше пісіріп қойған свекла да бар етін. Оны мен кішкентай балама беремін, екеуі жемей қойды. Каша жеді еще и жұмыртқа да жеді кіші балам аз мөлшерден.
жасалған заты. Күшті бұған. Енді біз мына кезде бәріміз тамақ ішіп болып, енді мен бәрін жинап, ыдыстарды жуып, сосын далаға шығатын боламыз. Менде енді пока что посудомоечная машина жоқ, болашақта алатын шығармыз, Құдай қаласа. И мен білмеймін, күніне 3-4 рет ыдыс жуамын. Енді көп деп айта алмаймын. Бірақ уақыт әрине кетеді. Енді 3 баланы тойғызып, одан кейін енді өзімде таңғы ас жейін деп, қазір отырып таңғы асымды өзіме дайындап жатырмын. Отырып тамақ жейтін боламын. Далаға шығамыз, а? Ja, zo. Mama, dalga шығамыз ба? Мама, ал күн жоқ сақты жел өтіп күн ғой шыққан, иә? Өтіп қой. Жел атып. Да, кабан ке? Мама, бізде бұтылғады қарамыздар. Тарелка күшті ғой. Қара. Правильно, дочь. Енді мен далаға шықпай тұрып, кешкі асқа орамалын жасайтын боламын. Обедке кешегі жасалған мәш сорпасы бар, соны жейміз. Мен обычный кәдімгі не ғой, суға просто тұз қосам, жұмыртқа қосам, содан қамыр жасаймын. Енді кішігірім ғана қамыр болады, исақ адамға арналған. Мына кезде мен Темірхан баламды обедке ұйықтатып жатырмын. Қызым түсіріп тұр. Негізі бұрыннан бүкірмін, бірақ осылай көп тербеткеннен балаларымды вообще қатты бүкір болып кеткен жайым бар. Енді сол жаттығу жасау керекпін деп жүрмін. Одан кейін мен кішкене өзімді қалыпқа келтірейін деп кішкене уходымды жасаймын. Одан кейін біз крылға шығайық деп киініп жатырмыз.
серуендеп келгеннен кейін біз үйге келіп мен асқабақ қосылған орама нанды жасауға кірістім. Ол үшін мен 4 пияз, 1 картошка, 1 жапырақ асқабақ қосамын и кішкене ғана фарш. Уже бәрін турап болдым. Одан кейін тұз және де кішкене май и бұрыш қосып бәрін араластырамын. Сонымен менің салмам дайын. Енді мен орамаларды мантоваркаға салатын боламын. Сонымен достар, мен мына орама нанның піскенін түсіруге ұмытып кетіппін. Бірақ өте дәмді болды. Бәріміз жеп алдық. Рахмет. Видеоның соңына дейін көріп, лайк басып, комментарий жазатындарыңызға мың алғыс. Келесі видеоларда кездескенше сау болыңыздар.